Қыздар, сәлем. Сіздермен бүгін ең оңай жасалатын зебра печеньесінің рецебімен бөлісемін. Ол үшін маған үй температурасындағы 150 грамм сары май керек. Оны миксерлеп аламыз, біркелкі болғанша. Одан кейін 80 грамм қантымызды қосып, тағы да бірдей етіп миксерлеп аламыз. Одан кейін жұмыртқамыздың 2 дана сары уызын қосып, тағы да миксерлейміз. 2 ас қасық сметанымызды қосып, тағы да миксерлеп аламыз. Миксерлеп болғаннан кейін дайын массаға ванилин мен қамыр қопсытқышымызды қосып, тағы да бір араластырып аламыз. Араластырып алған дайын массамызды 2-ге бөлеміз. 2-ге бөліп, біріншісіне какаоны қосып, қамыр жасап аламыз. Какаоны өз қалауларыңыз бойынша қосуға болады. Мен осылай етіп қосып шықтым. Қараңыздар. Енді одан кейін ұнымызды қосып, қамыр жасап шығамыз. Менде осындай қамыр дайын болды. Енді екіншісін дайындап аламыз. Екіншісіне ұнымызды елегіштен өткізіп, қамыр жасап аламыз. Екінші қамырымыз осылай болды. Қараңыздар. Енді оны кезек-кезек жайып аламыз. Алдымен какаосыз жасалған қамырымызды жайып аламыз. 4 бұрыштетіп дәл осылай. Бұны енді жинап қойып, екінші какао қосылған қамырымызды дәл солай етіп жайып аламыз. Барлығын жайып болғаннан кейін пищевой пленкамызды жайып, жайылған қамырларымызды үстіне қоямыз. Бірінші какаосыз жасалған қамырымызды, екінші какао қосылған қамырымызды үстіне бірдей етіп жайып аламыз. Жайған тестамызды пищевой пленканың көмегімен рулет жасап аламыз. Бірдей етіп қалыңдығын рулет жасап, ол рулетімізді пищевой пленкаге орап, морозильникке 20-25 минутқа қойып аламыз. Әбден орап алыңыздар, қыздар. Дайын болғаннан кейін оны морозильникке 20-25 минутқа қоямыз. Менде 20-25 минут өтті, қыздар. Қараңыздар. Алып, енді бұны бөліп, қантымызға батырып, тапамызға пергаментный бумагымызды төсеп, сала береміз. Міне осылай шықты. Енді оны қантқа батырып, тапамызға саламыз. Барлығын мен осылай салып шықтым. Міне осындайдан шықты. Қараңыздар. 180 градуста 20-25 минутта дәл осылай пісіріп аламыз. Қараңыздар. Печенье қытырлақ, дәмді болып шықты.